Бұрын рұқсат беру құжаттарын беру процедурасына 3 айдан астам уақыт кететін. Құжаттарды қабылдау және беру бойынша бірыңғай терезе әкімдіктер мен коммуналдық қызметкердің өзара іс-қимылын болмаған, тапсырыс берушілер мемлекеттік қызметкерлердің тікелей қатынас жасайтын, бұл сыбайлас жемқорлық қаупінің арттыратын. Қазіргі таңда азаматтарға арналған үкіметтің мемлекеттік қызметтерді көрсететін шеңберінде бір терезе қағидаты енгізілді. Бұл рұқсаттама құжаттарын беру мерзімін 6-7 күнге дейін қысқартты. Дегенмен аталған шара мемлекеттік қызметтер көрсету процесін толық автоматтырылған жоқ. Құжаттарды өңдеу және беру қағаз тасығышта жүзеге асырылады. Екінші мысал ретінде жобалау мен құрылысқа рұқсат беру құжаттарын беру процестерін автоматтандыру. Қала құрылысының кадастрының деректерін толтыру және өзектердің үшін Көкшетау қаласында интерактивтік кезекші жоспарды енгізудің пилоттық жобасын іске асыруды айтқым келеді.